Маңғытбай бөгеті. Тиянақов Маңғытбай 1877 жылы Қызылорда өңірінде дүниеге келіп, 1943 жылы қазіргі Әйтеке би ауданында дүниеден өткен. Мұрап, арабша оқыған, діни сауатты. 1930 жылдары ашаршылық кезінде маман мұрап есебінде Әйтеке би ауданының Толыбай, Жантай, Шилі, Күнтуған, Қарабала, Өлкейік, Қосөткел бөгеттерін салдыруға басшылық жасап, ауылдастарын егіншілікпен айналысуға, отырықшылыққа үйреткен. Кейін бұл жерлерде ұжымшарлар, кеңшарлар ұйымдастырылады. Елге істеген осындай игі еңбегі бағаланып, Қазақстанның 15 жылдығы тұсында мерекелік белгімен марапатталған. 1935 жылы 9-шы шақырылымдағы Қазақ орталық атқару комитетінің мүшесі болып сайланады. Ырғыз ауданының Қызыл жұлдыз ұжымшарында 180 гектар жерді суландырып, мол өнім алған үшін 1940 жылы Мәскеуге бүкілодақтық көрмеге жолдама алады. Маңғытбай ең алдымен Толыбай өзеніне 2 бөгет салдырып, 2 су қоймасын дайындап, халыққа бау-бақша егуді үйретеді. 1933 жылы Маңғытбай еккен қауын қарбыз, пияз, картоп өнімдерінің дәмін бүкіл халық татты. Ол содан кейінгі тұста бөгілген суды жоғары шығарып, арық пен егістікке жеткізу жолымен жер жағдайын ескере отырып, тары екті және көрші артельдерге бөгет салуды, егін егуді үйретті. Маңғытбай 1943 жылы дүниеден озды. Қазір шөберелері Комсомол ауылында тұрады. Әбілқайыр Мұхаммед Ғази, Бахадүр хан, кіші жүздің ханы, Әз Жәнібектің 5-ші ұрпағы, Шыңғыс ханнан тараған хан әулетінің 18-ші ұрпағы. Жауға шапқандағы жау жүректілігімен, қайтпас батырлығымен көзге түскен Әбілқайыр кіші жүз хандығының тағына мұрагерлікпен емес, өз беделімен жетті. 35 жыл зерттеудің нәтижесінде Әбілқайырдың жатқан қабірі табылып, ғылыми дәлелденді. 2015 жылдың 2 қазанында Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданында Әбілқайыр хан кесенесі кешені мемориалдық музейі салтанатты түрде ашылды. Хан моласы аталған үлкен қорымда 1000-нан аса адам, оның ішінде Әбілқайыр ханмен бірге қаза болған нөкерлері де бар. Бұл жер халық аузында хан моласы аталып кетті. Кешенде орналасқан 3 стелла 3 жүзді білдіреді. Биіктігі 25 метр. Бірінші стеллада ұлы жүздің 19 таңбасы, орта жүздің 18 таңбасы және кіші жүздің 25 таңбасы бейнеленген. Мазардың биіктігі 15 метр, көлемі 8,5 метр болады. Кіреберістегі маңдайшасының биіктігі 5,5 метр. 8 қырлы есік құбылаға қарап салынған. Кешеннің сәулетшісі Бек Ибраев. Әр бөліктің астыңғы жағында Әбілқайыр хан деген жазу бар және ұлы даланы жайлаған барлық қазақ руларының таңбалары бейнеленген. Құрылысқа Маңғыстау өңірінен арнайы ағылай тас әкелінді. Оның ерекшелігі мүжілмейді. Қазіргі таңда Толыбай ауылында Әбілқайыр ханның атына берілген музей халықты қабылдап, тарихты тануға үлес қосуда. Хан моласы қорымы 2017 жылы Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы жобасына енді. Қаражан тамы Шықанбай қонысынан оңтүстікке қарай 3 шақырым жерде орналасқан. 4 бұрышты қасбетті күмбезді мазар. 2 қабырғасы мүжіліп құлаған. 4 бұрышынан 4 құлақ күмбезшелер түзілгені көрініп тұр. Кезінде дәліздің шығыс бөлігі шаршы тәрізді негізгі бөлікпен ойық арқа арқылы жалғасқан екен. Мазарды 1910 жылы халық шебері Жыға Қаражан байдың моласына орнатқан. Самрат мешіті 1904 жылы Жабасақ селосындағы қырбасына Алматулы Самрат салдырған мешіт. Жергілікті жерде күйдірілген қызыл кірпіштен қаланған. Көлемі 13,5, 21,6 метр 4 бұрышты. Төбесі қаңылтырмен жабылған, 6 бөлмелі көп терезелі. Жоғарғы 4 қатарына кірпіш өрнектеліп қаланған. Іші тегіс ақталып, кейбір мөлбелерінде сурет бейнеленген. Мешіттің алғашқы имамы Бұхар медресесін бітірген Мұқатай ақын. Алғашқы балаларды мешітте оқытқан қадірлі молда. Кейіннен бұл мешітте Досым Кенжеғұл, Алмағамбет және тағда басқа молдалар жұмыс істеген. Революциядан кейін кеңес үкіметі кезінде мешітті дүкенге айналдырған. Ел аузында
Қызыл мектеп аталған бастауыш мектептің іргетасы 1934 жылы қаланып пайдалануға берілді. Білім ордасы халық ағарту комиссары Жабасақтың тумасы Темірбек Жүргеновтің республикада 1000 мектеп салу бағдарламасы бойынша бой көтерді. Жобасы Ленинградта жасалып бекітілген. Пішіні П әрпіне ұқсас. Қабырғасының қалыңдығы 1 метр, биіктігі 4 метр. Төбесі қызыл қаңылтырмен жабылған. Мектеп құрылысын сол тұста халық арасында атақты Досжан, Ермекбай, Серікбай, Өксікбай, Досмағамбет сынды шебер ұсталарға салдырған. Алғашқы мектеп директоры Нұралы Қашқынбаев 1953 жылы мұғалімдер саны 18-ге жетті. Талай дарын өсіп, жетілген. Қызыл мектеп бүгінгі күні тарихи мұраға айналды. Сарыбұлақ құмы. Сарыбұлақ елді мекенінің оңтүстік батыс бөлігінде 4-5 шақырым жерде орналасқан. Құм көшкінінен пайда болған ені мен ұзындығы 1 шақырымнан асатын жал құмдар шөл даланы елестетеді. Сарыбұлақ құмының айналасында сорлы, тұзды жерлер көп. Болжам бойынша бұрын үлкен көл болғаны байқалады. Ауыл мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Қамбар есімді азамат оқушылармен бірге құмды жерде шағын экспедиция жасап, тас жебелер, кесу құралдарын, қола дәуіріне жататын мыш жебелер тапқан. Содан кейін құмның көшкен орны кейінгі тас ғасырына жатады деген пайым бар. Сарыбұлақ құмының астында әлі талай құпия ашылмаған ақиқат жатқаны байқалады. Әбдібай тамы. Төртқараның Құламан тайпасы Жантайлақ бөлімінен шыққан Әбдібай байдың тамы 19 ғасырдың екінші жартысында салынған. Бір бөлмелі әшекейлі, күмбезді мазар шикі кірпіштен тұрғызылған. Жобасы шамамен 6-12 метр тік бұрышты. Әр бұрышында биіктігі 3 метрден мұнара орнатылған. Ішкі құрылысы 8 қырлы, өзара бөлінген таяз қуыстардан тұрады. Мазардың қасбеті, төбесі арқалы қақпа. Әртүрлі жасыл, сары түсті бояулармен жазылып, безендірілген қабырғасылақтары сақталған. Олар қошқар мүйізді бейнелейді. Әбдібай тамы Бақсайыс өзеніне таяу Аққұдық деген жерде орналасқан. Бұлшықби кіші жүздің кенже биі. 1860 жылы Қарабұтақ ауданы Ақсу ауылында дүниеге келген. Қазақ тұрмысында жиі кездесетін 5 дауды жер, жесір, құн, мал және ардауын шешкенде қарағылды қақ жарғандай тура төрелік жасап, әділдігімен халықтың аузына іліккен айтулы билердің бірі. Бидің азан шақырып қойған шын аты Құтаяқ. Бұлшық аталып кетуі көзінің жасаурай беруінен екен деседі. 2015 жылдың 20 маусымында Бұлшық биге арналған кесене бой көтерді. Үңгіртас. Қарабұтақ жерінің басым бөлігінде мұғалжар жоталары, таулы тасты шатқалдар, терең сайлар мен жарқабақ жыралар көп. Жақпар тастарды жанай орналасқан үңгір тамылжыған табиғатымен ерекше. Бүйіріндегі терезеден шығыс жақ жағалау тегіс көрінеді. Ал таудың артынан үстіне шығатын есік сыртқы қырқаны түгел шолуға ыңғайлы. Бұл жерге сырт жағынан келу қауіпті, терең құз бар. Ал алдынан қарағанда үңгір есігі екені байқалмайды. Пішіміне қарап үңгірдің адам пайдасына жараған орын екенін білуге болады. Аңыз әпсаналарға құлақ салсақ, Кенесары сарбаздары бұл жерде қарауыл құрған. Үңгіртас жапа шеккен жандар мен қашқындардың панасына айналған. Жергілікті тұрғындар көлеңке тас деп те атап кеткен. Үңгіртастың айналасындағы тамылжыған табиғат, қоңыралы жартастар мен қызғыш тастар көре білген жанға сан қилы сурет әлемін бейнелейді. Нұрсейіт тамы. Талдық селосынан оңтүстік батысқа қарай 20 шақырым жерде орналасқан. Ырғыз өзеніне құятын Ащыкөл сағасы маңына 19 ғасырдың екінші жартысында салынған. Сәулет өнеріндегі ою өрнек ерекшелігі бір-бірімен үндесіп, мазар төбесіндегі жұлдыз 7 шеңбермен қоршалған. Шеңбер сыртында орналасқан күн аспан әлемінің құпиясынан хабар береді. Биіктігі 10 метрге жуықтайды. Сыртқы қабаты күйген, қышпен өрілген. Іші 8 қанат, ағаш іспеттес. Мазар ішінде 5 сахна бар. Мұнда Нұрсейіт әйелі, балалары жерленген. Нұрсейіт құлтас руының қарашасы. Нұрсейіттің 11 баласы болған. Балалары Нұрсейіттің тірі кезінде Қарақалпақ жағынан шеберлер алдырып, баласы Лайдың қаражатына салдырған. Құрылыс материалдарына борды күйдіріп, келіге ұнтап, електен өткізген. Бұл мазардың ақтығына көмектескен. Балшыққа бор, бие сүті, жылқының қылын қосып отырған.
Нұрсейіттен тараған ұрпақтан қазір 100-ден аса шаңырақ Ақтөбе жері, Әйтеке би, Хромтау аудандарында тұрады.